Короче, маған жаңа жылға сыйлық келді. Қазір ғана. Ну, типа, ішінде примерно біліп тұрмын не заттар болатынын. Сендерге қызық болса ашай. Рекламный агентстводан келді. О, еба, іші әдемі болып тұр, жарық болып. Ең дәу болып тұрғаны ол бокал. Merry Christmas. Бұл бір. Сосын екі. Мынандай зат. Білмеймін, ашында не салуға болатынын. Жоқ, оған салмайсың, свеча. Сосын не бар? Мынандай шоколад. Білетіндер бар ма? Choco Dance дей ма? Мынандай бір жүрек бір нәрсе бар. Мынандай жіп салатын хуйня сияқты ма? Ашылды. Не? Чай ма? Дұрыс қой, жіп салатын хуйня қарсаңдар шығар. Бенгальский свеча. Ена светтер. Мынандай бір зат бар екен, іліп қоятын. Қалай подарок жаңа жылға? 8 миллион теңге. Достарымыз КСФЛ жаңа жылға орай елки-палки деп аталатын ивенттің басталғанын жариялады. Ивент 3 аптадан тұрады. Бірінші апта ол қола лигасы, екінші апта күміс лигасы, үшінші апта алтын лига. Әр апта сайын әртүрлі тапсырмаларды орындап, лидербордта неғұрлым жоғарыда тұрасың, соғұрлым сенің жеңіске деген мүмкіндігің арта түседі. Мысалы, осы аптаның бір тапсырмасын орындап көрейік. Бізге Краш деген ойында 5 рет ойнау керек еді. Мінекей мен 5-шісін қазір қойып жатырмын. 1/5x-ке жүгір. Мінекей бізде квест орындалды. Міне осылай әр апта сайын әртүрлі тапсырмаларды орындап, iPhone 16 Pro, ойын компьютері, PlayStation 5, монитор, девайстар тағы сол сияқты экранда тұрған сыйлықтарды ұтып алсаңыздар болады. Айтпақшы, менің жеке промокодымды жазуды ұмытпаңыздар, ол сіздерге 10% бонус береді. Алтыбақан каналында видео шықты ғой, жігіттер, айтпақшы, соны қарап жіберейік. Алтыбақан каналында видео шықты, араға жарты жыл салып. Кім қарады, кім қарамады, плюс-минус қойыңдар. Қарағандар плюс, қарамағандар минус қоямыз. Жігіттер, ассалаумағалейкум, Алтыбақан фэмили дәл қазір Түркістанда жиналды, және мен новый формамда келем қазір. Сен қайдасың? Бұлар қанша күн ерте барды? Бір ма, екі ма күн ерте барды ғой. Мен барған кезде, мысалы, 17-сіне турнир басталса, 16-сы түнгі сағат 5-те бардым. Так, короче, мынандай форма болды. Оны Бағдәулет екеуміз бірге таңдадық. Әдемі екен, брат. Қалай? Вкус қалай? Мына мен үстіне тұр ғой, мына сол форма міне. 10 номер. Қалай? Жақсы, има. 6 бакан. 6 бакан family. Ойлаш, қалай қателік жіберуге болады? Мен хует етем. Просто копировать етесің да, жіберген сөзді. Я жақы жібере саласың да, олар печать етеді. Нафигня. Жандос келмейтін мұндай. Брат, болды ғой, давлением көтеріп жігіттер. Мынау, не мынау? Брат, мынау сенің қателігің, брат. Сен WhatsApp-тан жаздың, WhatsApp-тан соны печать ететті бұлар. Жоқ, мен аны жазбадым. Жазбадым деймін. Сразу мойындамайды. Енді қапа болма, брат. Арамызда енді талантты, скоростной, Құмайы, маңқа, құмайы, мә. Ұруға дайым, ұруға дайым. Жігіттер талантны, скоростной дегенде, Рома ма деп ойлап. Бля, негізі бір микрофон керек ше, андай ортаға қойып қоятын камераның дауысы сонда, бля, құлаққа жаңғырық болып естіледі ше. Мысалы, мына видеодағы микрофон бар ғой, 400 мың жинаған просмотр. О жақта дауыс құлаққа пиздец приятно, да? Петличканың аты Петличка ғой. Арамызда талантты, соны Нони өзім. Ну, неға берді ма, талантты деп? Екінші нөмірді. Бейт тұрамыз да бәріміз шақ етіп айналып, кейін тұрамыз. Го! Күлмеңдер, малдар. Маған неге қуанасыңдар, жігіттер? Комментарий көресіз. Жігіттер, Емшегі шығып тұр ғой футболкадан. жіберіңіз, Нониге жарасып тұр деп бәрін жазыңыздар. Көз, шынай қара, шынай. Денең босатшы көрсетші, брат. Міне, Нормально. міне. Қарынға қарсы сен? Сен гамаш тартып olsa, бәріміз сол жіберсек. Ма, сызыққа қарсы? Ұруымды. Мына жақта тұру керек. Оқты тұра ма не? Құма деші, маған қамнаған деші. Тұрады. Арман таза анау Шымкенттің базарларында тұратын продавецтерге ұқсайсыз. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Ашқын сөйлесейші, балдырған. Бля, мен ойлаған едім, мына жерде негізі мен болғанда, бар болғанда Аманда Линда Роузды билет жүретін үшеуін қойып қатарынан.
либо билетник. Как раз нониді қойып қоясың, анау тырысып тұрған футболкасымен. Ромаға жақсы тұрған форма, Досикке жақсы тұрған, Бикулға жақсы тұрған. Не да? Денелері стройный да, короче, жарасады. Семіздерге вот. Цвет әдемі. Нормально, просто мынау не то. Ладно, ше. На сенің артында жазу тұр ғой осындай. Осы жазу мына жерде тұрғанда просто әдемі. Дұрыс айтады. Нахуй нужно деді. Батялар сияқты просто ұры. Қайыр бүйтсем ертең мысалы жақсы ал скамейкада тұрам брат былай нормально ма брат я мысалы өйстсаң не нормально брат жоқ хорошо іште емес әңгіме просто хотя бы брат XL размер бар ғой негізі футболистерде сонда ана халықтар не дейді Бар ғой. Қараңдаршы, ертең Олар 8 качок команда дейді. болады. Олар качок дейді. Менде бар микрофон, менде бар. Единственная команда, которая бәрі бізді көру үшін баратыр да енді. Подписчиктері болады. И біз бүйтіп тұрамыз, қарашы, мен не мынау? Брат, мынау не мынау? Жабысып, мына жерде, мына жерде. Брат, мынау кішкене. Не қоймаса ташаған көрініп тұрады. Просто Арман не рассчитал, типа, командада ондай семіздер көп болып кеткенде, ты чё, бәрі масса жинап алған ғой, қара, Миллер масса жинап алған, Зефрикс масса жинап алған, тип. Футболканы жасар кезде, размерін берген кезде, бізде 2 денесі дөй деп заказ берген ба, үлкен размер бір нәрсе. Қалған бәрі МК мен ЛК болған ба, сонда? Ренжісеңдер де, ренжімесеңдер де, мен мынаумен ойнамаймын, серьезно айтамын. неме ойнайсыз өзі Вот, соны шешек. Сабрез қыламыз, дым проблема жоқ Арман. Ертең шығамыз, бір спортивный магазинге кіреміз, бір формаға каждый өзіне сатып алады. Сенікі сосып көрейік та может. Бля, Рома. Сен далбайсың ба? Сен далбайсың ба? Бля, осы Роман көрсе неге Дики Данияр даровоз есіме түседі, еші. Жоқ, қараңдаршы жеге, мына сұрақты неге қойып жатсыңдар? Большинство кімге ұнайды, голосовать етейік деп. Зачем? Дұрыс қой енді. Жоқ, жарайды, көбісіне ұнады. Я, ойнай береміз ба? Ойнай береміз. Мен ойнамаймын. Ошо же, пиздец кетті мына. Қашан көреміз Алтыбақанның гол. Ойнамайын дегеннен кейін не жерде жылап жатыр. Ойнадым ақыры осымен, жоқ, ертесіне басқа форма келді ма, бірінші қылды. Бля, білесіңдер ма, ең хуевой не? Короче, матч уже басталып жатыр. Бізде 4 адам ба, 5 адам ба Нонидің формасын алу үшін бір машинамен кетеді ғой магазинге. Матчқа 5 минут уақыт қалды. Ал сен уже 5 минутта командаң дайын, яқта уже тренка жасап, паркетке үйреніп, допқа үйренісу керексің да. 2 минут қалғанда келеді жігіттер. И сразу поляға шығады. Бұлай 1 минут тебе допты осылайнан. И сразу басталып кетеді ғой матч. Соның кесірінен көп қателіктер болды ойында. Және аяқ тайып кету, допты қабылдай алмау, тағысын тағы. Бізде натуре профи игроктар жоқ нахуй. Мына қара көрдіңдер ма, допты чувствовать етпеген, Нони айттым ғой, бағана кешігіп келді и осына қате пастар қатты бер жүру, жай бер жүру, соған үйренбей қалды да балдар. Сәл бір ерте келгенде бір 20 минут или жарты сағат алдын Арман доп апа бергенде артта тұрып разминка жасап уже бірінші матчта шаңырақты негізі ұтуға болатын еді. Істелеген керемет пас Нұрсейіт бұл жерде шешім қабылдау керек және Отскок аяғына барам ровно. Блин, ана камера әдемі түсіреді екен ғой видеоға. Не, вообще жоқ шығарың камерада. Осы пенальти емес па, Жасылық қарайықшы ана пасты кім берді оған? Досикке мен бердім ғой пасты вроде, да? Мен бердім пасты Досикке, мен ғой мынау қызыл немен жүрген. Мынау қарсы, мынау контакт қой, Вратарь Досиктің артынан аяғына кіріп тұр, қараңдаршы. Мынау 100% пенальти ғой. И судья бермейді. Пенка бермейді, прикинь. Көрдіңдер ма, балдар аяғы тайып атыр, паркетте жүре алмай атыр, допты сезбей атыр. Бля, сәл ерте барғанда ғой, басқаша болар, мен плей-оффқа өтетін екші жоқ дегенде. Зальникпен бару керек еді, көбінде Сараконошка ол залда пиздес талады дейді. Бізде почти бәрінде сын не ғой, Зальник қой. Ешкімде Сараконошка болған жоқ, бәрінде Зальник болды бізде. Даже аяғымызға Пепсиді жағып алдық қой, соның өзіне тайып жүр қой. Қарастай, мағала мен допты алдым ма burada? Емен центрмен кеп атыр. Оң жақта Ошы же мен бар екен ғой видеода. кім сен ба, брат, тұрсың ба? Сол кезде ортаға жүгіршеш балайынан артына. Я между берем. Аны тұрып Мына қара, мен келдім ортамен.
типа тебетін сияқты размах. И мынаның ауының ашық екенін көрем да, короче. Ауының арасында өткізем. И мына тіземен мен тебеді, мына жерден тепті мына мен ше. И блокировка, короче, білмейсіз, судья. Бля, я бақой просто. На голды мен салдым керек еді. Осы голды сағанда мен Алтыбақанның тарихындағы ресми бірінші голды. И так салдым негізі бірінші голды. Бірақ әдемі гол болатын еді. Бля, ана көтереді допты. И но четверка доп қойшы. Ауада шар сияқты түспейді ғой, ёп твою рот. Қарсы мен тұрмын күтіп міне. Менде екі вариант болады. Біріншісі артқа шаг жасап тебу керек, либо орында секіріп тебу керек, короче. И мен далбайып секірем да. Өткізесің ғой аяқпен, бля. Мына кіргенде мен ренішім вообще болмайтын еді. Топты асықпай, күтіп, ауызға қол сәтінде өте сауатты. Және енді Нариман Малғабаев бұл жерден соққы бағыттау керек, және гол! Короче, мына жерде пас сұрадым, но маған бергенде мына жерде Зефрикс бір өзі тұрған еді ше. Топқа Алтыбақан командасы осыны абсуржет етіп қоймаштан кейін. әсіресе мынау И бұл қателікке алып келеді. қақпашымен ойнау арқылы Инан көремін уже разна-раз кетіп баратыр воротаға қарай. Болды ғой голға деймін да, бірақ мен давай до конца жүгіріп көрейін деймін ғой, керек жете алам ба. Хоп, жүгіріп жетем, патқа тастайым, допқа тием, бірақ доп анан аяғына кетеді ғой. бәрекелді, тамаша Жаңғырық командасының ойыншылары. Осылайша матч аяқталды. Сен голың қайда? Екінші матчта салдың. Артыңда айттым не, игрок, блядь, неге оқ қарап тұрсың, блядь, қарап тұрсың, игрок, Арман, сен түсінші. Мен защитада ойнай алмаймын, брат. Ну, енді мен арқасынан, брат, мен айттым ғой, мен алсайын, Нұргелге, короче. Мен айттым Нұргелге алсайын, астыра түші, брат, деп. Мен қара, брат, менде, во-первых, зрение начар, брат, сен доп қарай, мен алдыда келе күтіп алып пас бере аламын, брат. Или теп аламын, брат. Мен защитада бағана бірінші тайм ойнап кетдім, Арман, сөйтіп екінші төркіне шығарғаным сендер демалғансың қайда білесіңдер дедім да брат. Пикул айтты бәрі саған пикул. Арман, тұрашы. Күндіз барма ойнайтын мен. Бағана бар іштемейді. Одан кейін біраз қарашы ойнайды. Профтар Қалбыкемен Кадис бар ғой. Сол екі командада Нұрас біз вообще біз аз ойнаймыз, потому что қалмаймыз олар. Тоже правильно. Ол командаларда сен, Рома, Билер основада ойнайсыңдар ма? Сен Арман рисковать еттік бе жаңа? До конца ету керек пе? Қайдағы брат? Жіберіп алды ғой сразу. Үштеріп шыққан кезде. Жоқ, жаңа Бека екеуміз Арман айтып отыр, бірақ біз Бека екеуміз кіріп кетейік тез деп ше. Бұл алады да Романы кіргізеді да. Типа ойнаған жоқ деп. Мына ойында ұтқанда келесі Кадесетке қарсы, Баукинге қарсы мен даже Буцин салып қалып ойнап. Мен де ойнамайтын. Иә, потому что екі ойын подряд Нұрас, Рома, Миллер бәрі ойнайды деп. Потому что ол ұтылсақ та не важно да? Жоқ, мен Арман Нұрас, Миллер, Рома деп біздер ойнамайды. Біз ойнамайды деп айтсаңдар, шешейік та тастап кетейік. Жоқ, солай болса ойнамайды. Я серьезно говорю. Поэтому Рома, Мына екінші матчтан кейінгі обсуждение ғой негізі. Екінші матчты ұтқанда уже біз 100% плей-оффқа өтетін едік, короче. Жалғасы қайда? Жалғасы алдағы уақытта шығады. Екі видео шығады алдағы уақытта. Біреуі екінші және үшінші матч шығады. И бір подкаст түсірді балдар. Сонда екі видео шығады. Бұйырса келесі жылы бір февральдарда ма үшінші сезонға жиналатын шығарымыз Алтыбақан болды. Жақсы шыққан да по идее видео. Алтыбақанға футзал дұрыстау большойға қарағанда. Алтыбақанға футзал. Негізі бар ғой, сендерге айтайын. Бізде момент өте көп болды гол салатын. Реализация вот 1% болды. Сол бір ғана гол. Көп момент болды гол салуға. Білмеймін. Айтып отырмын, паркетке үйренбегенбіз, бұл бір допқа үйренбегенбіз, бұл екі келе салып ойнап кеттік, сол себептен. Даже ажақтағы балдар бір-бірімізді бірінші рет көрдік. Қалған командалардың барлығы ойнап жүрген балдар, соперниктер ше, ойнап жүрген балдар, ЛЛФ-те ойнап жүрген балдар, профтар, Мардан Төлебек деген жақты адамдар жүр ғой. Шоп или искусственный газонда жігіттер біз жақсы ойнаймыз, чем футзалға қарағанда. Келесі жыл көресіңдер ғой, бұйырса шоу матчтар болатын шығар деген үміттеміз. Енді алда үлкен мақсат, үлкен армандар бар.